Сәлем оқырман. Шерхан кеше ғашықтар күніне орай ботаға тосын сый жасапты. Тағы бір қосылуға жаңа ұсыныстай болды. Енді қыздың назы бар дегендей, қанша арада реніш, ұрыс бар. Сол үшінде Ақбота Шерханға бір мүмкіндік беріпті. Қайта қосылатын секілді, Шерханның өзі де тек басы деп отыр. Әрекетін жасауға дайын екенін де айтқан болатын. Түсінбеген болар, бұл үлкен ұсыныс емес. Бұл өзімнің жіктік бірінші шагым. Әлі алда қаласа қайтадан барлығын орнына келтіруге тырысам. Барлығы бір Алланың қалауымен. Солай енді жастар қосылсын. Арада бал бар, сезімде өшкен емес. Бір үлкен жанұя болып, арада күліп ойнап жүре берсін. Сол араларында қосушы бұрынғы қатысушылар бар. Зухра бірінші жаңашыр деуге болады. Қосуға тырысып жүрген жанның бірі. Өзінің пікірінде айтып кеткен болатын. Шерхан алдында звондап айтып қойды, мен осылай ботадан тағы бір мүмкіндік сұрап, сондай отырыс ұйымдастырсам деген сияқты. Шерхан букет құшақ гүлімен, енді бота кішкене қырсыққаны бар, енді қыз болғаннан кейін қыздың назы бар деп айтамыз, енді видеоны көрсеңіздер, ол жерде бота айтып жатыр, қабылдады, Сақинаны да қабылдады, Гүлді де қабылдады, айтты. Я деп айтпаймын, бірақ добиваться ет деген сияқты. Енді өзінің кінаңды түсініп, жаңағы ары қарай қадамдарыңды жаса деген сияқты мүмкіндігін беріп жатыр, сонымен барлығымыз қуанып. Солай енді Ақбота жібігенді күтеміз. Ол да алыс емес секілді. Жастарға бақыт тілеп қояйық.